Қайырлы күн, оқырмандар. Бүгінгі оқитын әңгімемнің тақырыбы «Сөне көрме жұлдыздар, бір бала». Нәзия көкірегіне келіп қонақтай бастаған осы бір ойларды жанына қаншама тартқысы келмесе де, жүрек шіркін еркіне көнбей, алқына соғып жүре береді. Нәзік жанды әйелдің сезімтал да сергек ой әлемі осы бір сәтте бар дүниенің қызығы мен шыжығында ұмытып, көңілі жүдеп жабырқап салады. Бір қолына жуып отырған кесесінің ұстаған қалпы, Нәзия орындыққа сылқ ете отыра кетті. Ауыр әрі мұңды ойлар тағы да жан жағынан анталап, қаумалай бастаған әйел жаны қашанғы да серігі көз жасына ырық беріп еді. Моншақтай домалап етегіне үзіліп түсіп тұрған мөлдір-мөлдір жас тамшыларын шіркін, мұның жанының пәктігін, мұның өмірге деген іңкәрлігін, мұның мынау әппақ әлемге деген жан дүниесінің сүйіспеншілігін анықтаса ғой. Деннің саулығын қан арқылы анықтап білетін дәрігерлер адамның көз жасынан да оның ішкі ой әлемін, көңіл күйін, жүрек сезімін де анықтай білсе ғой шіркін. Онда мына Нәзия сияқты әйелдердің жан дүниесін ешкім жаралай да бермес еді. Ал мұның жан жарасы да, дерті де бала. Жеткізбей жүрген бар дүниесі де сол бала. Көңілінің осы бір жарасы барған сайын меңдеп бара жатқандай. Бірақ осы күні кім-кімнің көңіліне қарап жатар дейсің. Кешегі қозғалыстың шапшаңдығындай адамдардың бір-біріне деген көзқарасында да жылдамдық бар. Қазір есен саулық сұрасудың өзінде де асығыстық бар. Сол асығыстық көңілдерде қаншама кірбің түсіріп, жүректерге қаншама жара салады десеңші. Осыны ойлап жатуға да уақыт жетпейді. Ең ақыры бір бөлмеде отырып, бір кеңсенің кірісі мен шығысын бірге есептейтін 5 әйелдің әрқайсысы әртүрлі. Амалмен мұның баласының жоғын ыңғайы бір реті келген сәтінде сездіріп қалуға тырысып тұрады. Аға бухгалтер ретінде Нәзия, айдың аяқты күндері ғой. Есепті түгел біту үшін бүгін жұмыс соңынан қалып тындырып тастайық деп еді. Терезе әйнегінен үнемі далаға қарап, өткен-кеткенге көз салып отыратын жуан сары әйел ыршып түсті. Ибаяу, бізде үй жоқ. Бала жоқ па? Жұмыстан кейін қала аламаймын. Қаламын десең өзің қал, үйіңде не бітіремін дейсің? Жылап жатқан балаң жоқ қой деп киінді де шығып жүре берді. Бұл оған ләм деп аузын аша алмады. Не десін, бәрі де рас қой әйтеуір. Баласы да жоқ, үйде бітірер шаруасы да жоқ. Бұл шындық еді. Нәзия өзінің жанынан қан жоса етіп, тілгілеп өтетін мұндай сөздерге кей сәттерде мән бермеуге де тырысатын. Жанындағылар не нәрсені айтпасын, естімеген адамша алдындағы қағаздарына шұқшия түсетін. Бір бөлмедегі сол әйелдер өз үстерінен қарайтын болған соң ба, Нәзияға қыр көрсетуге әйтеуір жанына шоқ салуға әуес тұратындары бар. Бірақ соншама бұлардың қазбаланатын жөндері және де жоқ. Әйтеуір жұмыстарын істеп үлгерсе болды деп Нәзия да бұлардың басқан ізін аңдып отырған жоқ. Еріктері өздерінде. Жұмысқа кеш келдің ау, ерте кеттің ау деп ешқайсына ескерту жасап көрген жоқ өздерген. Жұмыс арасында жүгіріп дүкенге барып келсе де бұл үндей қоймайды. Тіпті мұның төзімін онан әрі сынағысы келгендей балаларына сатып алғандарын алдарына жайып салып, әй, мынау біздің Жорикке шақпа екен, ә? Мынау сенің жанарыңа әдейіліктіргендей ғой өзі, деп өз-өздерімен мәз болып масайрайтындарың және бар.
Кейде бұл аз дегендей балаларының түрлі қылықтарын айтып, көз қиықтарымен бұған назар салып қояды. Әлгі біздің Маратик Сәдиктен бір жаман сөз үйреніп келіп, соған кеше кеш бойы шегіміз қатқанша күлдік деп, Нәзияға қарама-қарсы отырған Әсемкүл өзінен өзі қарқылдап күлсінай келіп. Әуелде оған еріп, өзгелері де біреу қарқылдап, біреуі езеуреп күле бастады. Өз қылықтарының қызуымен лепірген 4 әйел Нәзияның орнынан баяу көтеріліп терезе алдына келіп сыртқа көз салып қарап тұрғанын да елемегендей болды. Күн сәулесінің қызуымен жаңа-жаңа бір жара бастаған ақ қайыңдардың ұшар басында сезіле қараған Нәзияның қос жанары осы сәтте жасқа толып тұрғанды. Уағы келіп еді, табиғатта түлеп сала берді. Ақ қайыңның бүршігінен де міне дүниеге жапырақ туып келеді. Ал менше. Осы бір өз ойының өз жанына соққысының ауыр тигені сонша, ол онан әрі өз санасына ие бола алмай қалды. Қос алақанымен бетін басты да, шынтағымен терезе жақтауына таянып, солқылдап алжыласынай келіп. Әуелде Нәзияның мұнысынан шошына қалған әйелдер отырған орындарынан ұшып тұра келді. Бір-біріне жаутаң-жаутаң қарап отырған олар үшін қасқыр сібер деп білетін Нәзияның мына жыласы расын айтқанда аспаннан жай түскендей есеңгіретіп тастады. Назия, ойпырмай не болды саған деп Әсемгүл есін жинағандай екі иығы солқылдап жылап тұрған әйелдің қасына таяды. Назия, ту сыртынан 4 әйелдің кеп тұрғанын аңдамай-ақ сезді. Бір сәтте көңіліңдегі көлкіген кірбің басылды ма? Назия солығын басып, терезе әйнегіне көз алмаған қалпы бұларға бұрылмастан, Мені кешіріңдер, деді ол әуелі жүрек лүпілін орнықтыра алмай. Кешіріңдер менің бедеулігіме әрине сендер кінәлі емессіңдер. Менің көзімше өз балаларыңның қылықтарын айтып мәз-мейрам болатын сәттеріңде мына байғұс менің егілетінім жалғыз бүгін ғана деймісіңдер. Жүрегім сыздап қан жылаушы еді әрдайым. Тұрмыс құрғаннан бері жан жүрегімнің езіліп келе жатқандығын ұғынсын деп бүгін әдейі жыладым. Әрине, балаларың бар. Сендер бақыттысыңдар, ал мен бақытсыз бейбақпын. Нәзияның өз құрбыларына бұдан басқа да айтары бар еді, бірақ жаралы болса да көңілінің тәкаппар бір түйсігінен хабар келгендей есін шапшаң жинады да үстел үстінде бұрқырап шашылып жатқан қағаздарын да жинамастан киім ілгіште ілулі тұрған қол шатырын алды да бөлмеден шығып жүре берді. Кеңсе алдындағы бақ ішінде кірген ол жол жиегінде сусын сатып тұрған әйелден бір стақан алма шырынын ішті де ақ қайыңда алаңқайдағы орындыққа келіп отырды. Көктемнің нұрлы сәулесі де, саумал лебі де Нәзияны сергітіп, бойы жеңілдеп сала берді. Айналасындағы тіршілік атты әлемнің дәл ортасына келіп отырғандай сезінді өзін. Бірақ бұл жерде онымен ешкімнің шаруасы болған жоқ. Есілі-қарсылы өткендер албырт жүзді, қой көзді, қыр мұрынды сұлу әрі нәрлі жас әйелге көз қиықтарын салғандары ғана болмаса, бірі мұның жанына аялдаған емес. Бәрі асығыс, әлденеге әлдекімдерге асығып бара жатқан адамдар. Мұнан әрі өз миын көп оймен толықсыз келмеген ол қарсы алдында өсіп тұрған ақ қайыңның бір жарған жапырақтарына назарын салды. Қаулап өсіп келе жатқан мың сандаған көгілжім жапырақтар осы сәтте қос қолын ербеңдетіп анасына қарай талпынған бесіктегі сәби болып елестеп жүре берді. Адамның жан дүниесіне жүрек көзімен қарауды қашан үйренер екенбіз біз осы? Апырау, сендер өз балаларыңды әңгіме етіп, қолдарыңа ұстап отырған
құйтақандай көйлекті ерсілі-қарсылы көлбеңдетіп отырған сәтте тым болмаса біреуің менің мына жан дүниемді ойларыңмен тереңірек неге бойламайсыңдар? Бұл мына өз құрбыларыңа айтпай кеткен Нәзия көңілінен ақтарыла жөнелген көп ойлардың жалғасы еді. Әлде менің малынып киінгеніме, үйімдегі дүниенің толғанына қарап ойсыз мұңсыз деп ойлайсыңдар ма? Баласы жоқ үйдегі бар дүниенің жансыз, қуатсыз, әсерсіз екенін біреуің де сезбейсіңдер ғой, білмейсіңдер. Күнде мына мен босап қаңырап қалған меңіреу бір кеңістікке бара жатқандай боламын. Кей кезде өз үйімдегі өлі тыныштықтан шошынатын кездерім де бар. Тіршілік, өмір, бақыт, байлық дегендерінің бәрі де бала екен ғой айналайындар. Күні бойы ауыр ойда жаны күйзелген Нәзия қолындағы сағатына қарап, уақытты шамалауға да зауқы соқпай, үйіне келіп жиылы төсектің үстіне құлай кетті. Қанша жатқанын, ұйықтағанын, ұйықтамағанын да сезбеген ол есіктің қатты соғылған қоңырауынан оянып кетті. Үсті басын қыртыс-тыртысын жүгіре басып есік ашып еді. Күлімсіреген қыз баланың жүзі шалынды көзіне. Апай, кешіріңіз, сізге телеграмма, соны табыс еткелі келдім. Маған ба? Деп таңырқаған Нәзияның сұрағына. Иә, сізге, деп қыз бала телеграмманы мұның қолына ұстатты да қоштасып шығып жүре берді. Кіре берістегі шамды жаққан Нәзия қолындағы ақ қағаздан телетайып әріптермен басылған: сіздің хатыңызды алдық, біздің клиникаға келіп қаралып емделуіңізге болады, қабылдаймыз деген сөздерді оқыды. Әйгілі профессордың атынан келген мына хабар Нәзияның үзілгелі тұрған үмітін қайта жалғағандай болды. Лүп-лүп соққан жүрегіндегі мынау дүниеге деген іңкәрліктің тағы да бір жарық сәулесі жанғандай еді. Екі бетіне қан жүгіріп, жүзі жадырап сала берді. Желдеткішті ашық тұрған терезе әйнегінің алдына келіп, көктемнің кешкі салқын ауасымен кеудесін керіп дем алды да төсегіне келіп қайыра жатты. Терезе әйнегіне жүзін бұрып жатып еді. Өзгелерінен гөрі жарық әрі үлкендеу бір жұлдызға көзі түсті. Сонау тым биіктегі аспан төсіндегі сол бір жұлдыз өзінің сабырлы қалпына айнымай тұруымен-ақ Нәзияның күні бойы ауыр ойларын, жырымдалған көңілін бүтіндеп бекіткендей болды. Ол ұзақты түн ұйықтамады. Бар ниетімен сол бір жарық жұлдыздың сөнбеуін тілеп жатты.